сұйықтардың қысымы. Аквариумда H биіктікте су құйылған. Мақсатымыз осы судың еденге түсіретін қысымды анықтау. Енді су болғандықтан массасы бар, массасы болғаннан кейін ауырлық күшімен еденге әсер етеді. Енді формуласын жазайық. P тен F бөлінген S. F біздің жағдайда бұл ауырлық күші. Судың массасы көбейтілген G бөлінген еденнің ауданы. Енді мына жерде біз массаны ашып жазуымыз керек. Судың массасын табу үшін біз не істеуіміз керек? Тығыздықты көбейтуіміз керек көлемге. Көлемді қалай табамыз судың көлемін? Еден ауданы S, биіктігі H. S-ті H-ға көбейтсек жеткілікті. Рho S H-ға. Енді осы массаны формуламызға қойайық. Рho S H көбейтілген G бөлінген S. Егер назар аударатын болсаңыздар, S пен S қысқарады, сонда келесі бір формуланы шығарамыз. P тен Rho G H. Бұл сұйықтың қысымы. Аты гидростатикалық қысым. Гидростатикалық қысым паскальмен өлшейміз. Егер байқайтын болсаңыз, гидростатикалық қысым тек қана судың биіктігіне тәуелді. Еден ауданына тәуелді емес.